There was a girl named Goldie and a wolf who only thought there was one, me and no one. She broke the lock and entered. He huffed and puffed and said. Қайырлы күн, құрметті достар. Дәл қазір Атырау қаласында жайықтың жағасында орналасқан әсем де әдемі Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінің Махамбет Өтемісұлы атындағы Қазақ драма театрында ашық есік күні өтуде. Шараның басты мақсаты болашақ талапкерлерге әртүрлі мамандықтар бойынша білім алуға ақпарат беру. Егер де сіз болашағыңызды нұрландырғыңыз келсе, немесе бәсекеге қабілетті мықты маман болуға ниет білдірген болсаңыз, Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжді сізді асыға күтетіндігін айтады. Атырау қаласындағы белгілі оқу орындарының бірі Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінің ашық есік күні болып өтті. Бұл колледж бағдары түзеу, шәкірттерін рухани, адами құнды қасиеттерге тәрбиелеуді, соған сай білікті маман ретінде қалыптастыруды көздейтін оқу орындарының бірі болып табылады. Аталмыш шараны колледж директоры профессор Рысқалиев Болат Құлмақанұлы өзінің алғы сөзімен бастап ашты. Құрметті талапкерлер, біз сіздерді Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінің бүгінгі ашық есік күніне қош келдіңіздер деп айтамыз. Және Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжіне біз оқуға шақырамыз талапкерлерді. Колледж ұжымының алдына қойған мақсаты ел экономикасы мен қоғамдық өмірдің түрлі салаларында бүгінгі күн талабына толық жауап беретін мамандар даярлау, халқына адал қызмет ететін ұлтжанды ұл қыздар тәрбиелеп шығару. Осыған орай бұл шараға колледждің әлеуметтік серіктестерінің өкілдері, Абай атындағы номері 15-ші орта мектеп басшысы Шамбил Рашид Қалиұлы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Қазақ драма театрының директоры Жаменов Берік Келекешұлы, Атырау облыстық ішкі істер департаменті бастығының кадр ісі жөніндегі орынбасары Көшенов Нұрлыбек Жамалиденұлы қатысты. Ашық есік күні шарасының басты мақсаты болашақ талапкерлерге әртүрлі мамандар бойынша білім алуға болатыны туралы ақпарат беру. Сондай-ақ бұл шараға Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінен самғап ұшып, түрлі салада мәртебелі қызмет етіп жүрген Наутиев Бегарыс, Симова Нұргүл, Аманиязов Жәнібек, Бақтығали Мерей және Рашид Дәурен секілді түлектер қонақ ретінде келіп, өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Және Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжінің белсенді студенттері өздерінің өнерлерімен көрерменді тәнті етті. Шара соңында келген көрермендерге арнайы Instagram желісі бойынша ойын ойнатылып, сыйлықтар таратылды. Барлық бітіруші түлектерді осы Каспий өңірінің қазіргі замандағы колледжіне шақырамын. Бұнда өз армандарыңызға жету үшін мол мүмкіндіктер бар. Мен өзім осы колледжде оқығаныма қуаныштымын. Сапалы, бәсекеге қабілетті маман даярлауды мақсат еткен Каспий өңірінің қазіргі замандағы колледжі сіздің талап тілегіңізге лайық іргелі оқу орындарының бірі. Заман талаптарына сай білім мен тәрбие негіздерімен қаруланып бәсекеге қабілетті маман болуға ниет білдірген жастарды Каспий өңірінің қазіргі заманғы колледжі асыға күтеді. Я была на этом концерте, мне очень все понравилось. У меня тут учатся знакомые и советуют мне сюда поступить. И я, в принципе, подумаю, но мне очень он нравится. И я хочу сюда поступить.